Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Досик арнасы. Біз бүгін сіздерге өте керемет оружие модты обзор жасайтын боламыз, және қалай тарту керек екенін көрсететін боламыз. Ал сіздер осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, қасындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал біз бастаймыз. Достар, ол модты тарту үшін бізге ең бірінші осы сайтқа кіріп алуымыз керек. Достар, астында тұрған скачат дегенді басамыз. Және астыға түсіп жүреді, және тағы да скачат дегенді басамыз. Және де мына жерде 5 секунд күтесіз, және де скачат бесплатно дегенді басасыз. Достар, мен бұны скачат етіп қойғам, сондықтан да мен скачат етпейтін боламын. Бірақ сіздер скачат етіңіздер. Достар, ол жүктеліп болғаннан кейін біз мой файлға кіреміз, және де память устройство дегенге басамыз. Download деген папкаға кіреміз, және де сол жаңағы тартқан нәрсемізді тауып алатын боламыз. Және де оның үстінен қатты басып тұрып переместить сюда дегенді басамыз. И сосын games дегенге кіреміз, mojang дегенге кіреміз, behavior packs, және де осы жерге переместить сюда дегенді басамыз. И сосын сол модтың үстінен басамыз. Одан кейін сіздерді Майнкрафтқа кіргізеді. Достар, тура өйстіп істемесеңіздер, бұл мод сіздердің Майнкрафттарыңызға қосылмайтын болады. Қазір мен сіздерге модты көрсететін боламын. Мінекей достар, біздің модымыз қосылды. Достар, мен бұл модты жаңалда қосып қойған болатын. Достар, сондықтан да біртүрлі шығып жатыр. Достар, және де біз жаңадан мир ашатын боламыз. Творческий. Достар, бұл жерде сіздер мына жерден қосасыздар, мына жерден де қосасыздар. Игра дегенге кіріп, шамалы астына түсесіздерді возможности создателя праздника дегенді қосамыз. Активировать эксперименты дегенге қосамыз да возможности можак дегенге шеуіріп қосатын боламыз. Ал енді мирді создать етеміз. Мінекей достар, біздің миріміз создать етілді. Достар, және де біз инвентарға кіреміз. Және де қылыштың үстін басамыз. Мына қылыш тұр. Достар, мінекей мына жерде қылыш тұр, соны басамыз. Және де мынаның астына түссек, мінекей достар, бізде мылтықтар тұр. Мынандай бір өте көптеген мылтықтар бар осындай. Қазір сіздерге атып көрсететін боламын. Бұл атылады, ойбай мына. Достар, мұнан көбісі атылмайды. Достар, оған ренжімеңіздер. Оған төк ренжімеңіздер, оның көбісі атылмайды. Немен ойлайшы. Достар, мұнан атылады екен. Әйтеуір. Достар, және де достар, төсекке кірсеңіздер, мынандай жерде төсек тұр. Және де бұның астына түсе берсеңіздер, мынандай заттар бар, достар. Қараңыздар, мен сіздерге қазір осы заттардың не екенін көрсететін боламын. Так, достар, мінекей. Достар, мынау не екенін түсінбедім, бірақ. Достар, мынаны қараңыздар. Так. Анау бірдеңке бар еді. Мінекей достар, қараңыздар. Осындай зат бар. Мынандай бірдеңке істедім, білмеймін. Кім біледі, комментария жазып кетіңіздер. Көбісі осындай бірдеңке болып тұрады. Оған ренжімеңіздер. Біз қазір тағыдан мылтықтарды көрсететін боламыз. Достар, және де бізде пулемет бар, мінекей. Ебай, достар, мына жақтан бірдеңке түсті. Достар, қараңыздар. Осындай зат бар, көріңіздер, өте керемет модтардың бірі. Мынау қар шақырама бірдеңке. Мынау пулемет, достар. Атқан кезде өйстіп Достар, мынау пулемет. Ол үшін қалған мылтықтарды өздеріңіз модты тартқаннан кейін көретін боласыздар. Достар, біздің осымен видеомыз аяқталды. Сіздерге осы мод ұнаса тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бұл модтың ссылкасын мен описанияға қалдырып кететін боламын, мына сайтты. Ал достар, сау болыңыздар.